Қайырлы күн достар. Мен бүгін түрік тәттілерінің бірі шекерпare печеньесінің дайындалу жолын көрсетемін. Бізге ең алдымен бір жұмыртқаға 200 грамм шекер қосып, жақсылап араластырып алу қажет. Оның үстіне 180 грамм ерітілген сары майды қойып, тағы араластырамыз. Ендігі кезекте ұн саламыз. Мен 400 грамм ұнды илектен өткізіп, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, дайындап алдым. Ұнның жартысын салып, араластырып аламыз да, келесі жартысын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеода көрсетілгендей жұмсақ, нәзік қамыр шығады. Дайын болған қамырды 15 немесе 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кемалған қамырды алып, осындай бөліктерге бөліп, домалақтап, формаға келтіреміз. Жұмыртқаның сарысын жайып шығамыз. Үйлеріңізде қандай дәнектер бар, солармен сәндеп шығуға болады. Менде миндаль және грек жаңғағы. Егер жоқ болса, осылай қалдырсаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, керемет печенье дайын болды. Қонақ келгенде ұялмай дастарханға қойсаңыздар болады. Дәмі деген керемет.